Айтыстың ақтангері Айбек Қалиев Барқалықтан келіп тұрған. Онымен айтысатын алтын домбыраның 2 мәрте иегері Мұхтар Ниязов Қызылорда. Бисмилла, сөздің басы Құран кәрім. Алла деп алталашқа жыр арнадым. Абай атам тойына қосайын деп бәсірелі жырымды тұмарладым. Ассалаумағалейкум қазақ елі дүбірлеп аты шыққан тұрандамың. Абай жылын абайлап өткіздік қой. Сынағы болар бәлкім бұл Алланың. Сағынған шығарсыздар көптен бері, айтыстан қансын бүгін құмарларың. Қиямет күнге дейін сәуле шашар абай сөзі мәңгі өшпес шырағданың. Абай жаққан шырақтың сәулесі ғой, көз ашып тас түнекті түр алғаның. Адасып кетпес үшін абай қажет, ғаламдасу дейтұғын тұмандамың. Өркениет көшіне ерем десең, ол абайдың тәлімін білер дағым. Айырсаң 5 жақсы мен 5 жаманды, қазағым бақытты өмір сүр алғаның. Бұл нағыз өмір сүру формуласы, ұлтымның жақындатар ұларманын. Қазақтың қағидасы болу керек, әр жолы абай жазған шығарманың. Әгигәгім, әгигәгім ай. Айбектің Мұхтар болса шыққан жұбы, айтысқа арта делдің құштарлығы. Сүзегенді тебеген тындырар деп, әдейі қосқан шығар ұстамдыны. Қамданып менде отырмын қапы кетпей, ұстаймын деп қайсы бір тұстан мұны. Бірақ мұның туған күні бола қапты меніменен айтысқа шыққан күні. Дәл қазір 35-ке толып отыр, 25-те деп жүрсе жұрттар мұны. Абайдың 175 жылдығының айтысында білінді құтпарлығы. Мұхтар деген есімнің қасиеті осыдан ақ белгілі жұққандығы. Болса егер биылғы жыл абай жылы, бүгінгі күн болып тұр Мұхтар күні. Әгигәгім, әгигәгім ай. Жігітсің толып тұрған миға басың, мейлі жігіт түсінер игағасын. Мен саған қандай сыйлық берсем екен, кендемес ақын едің сыйға басың. Бұрындары туған күн құт болсын деп, сыйпай сап құтылушем бұйра басын. Мәз қылып азын аулақ сыйлықпен ақ, тасытып жіберушем мейманасын. Қазір Мұхтар дабдардай шенеунік қой, осыған келген кезде қиналасың. Білдей бір мәдениеттің басшысына дұрыс сый жасау керек сыйлағасын. Бастықтың туған күні деген бар ғой, қаншаға көтердіңдер сый бағасын. Сыйлықта шек болғанмен сыйда шек жоқ. Осы аппақ пейіліме иланасың. Бұлаған қиналып тұр алтын басың, сыйлықтың ұғымына сыймағасын. Әгигәгім, әгигәгім ай. Айеке өзіңізге көңіл дара, көңілім болған емес көмір қара. Келесап туған күнмен құттықтадың, азаматсың білетін жолындара.
Әуелден жер жаралып, суаққалы өмірге келіп кеткен не бір дана. Жүкеңде 70 жасқа келіп жатыр, шалқып тасып жүрсе екен төрімдағы. Мен соның тең жассын толтырыппын, өзімнің болса дебем жолымдара. Жастық шақ атқан оқтай, шапқан аттай, өткенім біліп тұрмын соның жаңа. Уақыт білдірместен кетеді екен, әжім қып басып маңдайға мөрін ғана. Мың жерден жас көрінем деген менен, мың бояумен езгілеп өңін дана. Жыл сайын барлық адам қартаяды, күн сайын жасаратын өмір ғана. Айекең топ алдында толғанады, қозғалып ұшар құстай қомданады. Ойлапты қандай сыйлық беремін деп, қиналып бүгін осы тұрған сол мажағы. Кермеме келсең дағы ала алмаймын, берерің болсын жүйрік жорғадағы. Мен қызметкер қыз сыйлықты ала алмайды, осындай ғой қазіргі нормадағы. Тоқайыпта туған күнін тойлаған жоқ, біз жүрер жол ендігі сол болады. Тоқайыптың үйінде той болмаса, біздің үйде қай-қайдан той болады. Бірақ та ескі жолмен берем десең, ол ініңнің басына сор болады. Сондықтан да айтарым мына сізге, осылай істегенің жөн болады. Бүгін маған ешқандай сыйлық берме, сонда үлкен сыйлығың сол болады. Әр адамда деңгеймен өре келек, қайық кетсе дарияға кеме келет. Абай жылы Мұхтар күні деп отырсыз, келтірдіңіз неліктен неге дерек? Аумының арты ертең не болады, тау мұңын шақпайды ғой төбеге кеп. Абай жылы Абай күні болып қалсын, қыстырылып оған кеп неге керек? Хакім себебі қазаққа бірақ келет, ал менің туған күнім келе берет. Сондықтан жаман бұл тақырыпты ойым бар осы жерден шегелемек. Абайдан асып туып ұл болмасаң, абайдан асып тойлап неге керек? Бісміллә таң қалдырып, тамам жанды тілімнен тарту өтсем тамар балды. Азанымен Facebook шулап кетті, біздің туған күніміз хабарланды. Елдің бәрі құттықтап жатыр мені, айыратын жақсы мен жамандарды. Ассалаумағалейкум, армысыздар, мен көрмедім мейірімге сараң жанды. Ендеше алаң қайдай көңіліңе, тігейін айтыстағы ақ ордамды. Соншама пейіліңе, ниетіңе, сын сағатта аямай салам жанды. Әйтеуір бүгін жерге қаратпаспын, мен туғанда қуанған адамдарды. Айеке өзіңменен кеңес құрып, шабайы қат құлағын теңестіріп, айтыстың алдаспаны дейді сізді айдарынан сөйлейтін желестіріп. Бір жағы асан қайғы атыңыз бар, бел қуып жүрген жоқсыз белес қуып. Ауыл аймақ аман ба, ботатайлақ, сөйлеп көр. Сөйлемесіңінің мен егес қылып, өзіңнің денсаулығың қалай болды? Ажарыңды кеттім ғой елес қылып. Ковидтен жазылғасын көп замай, праймеризбен ауырды деп естідік. Тоқтамай алақанды ысқылауың, ыңғайлапсың жарыстың ішкі жағын. Тобыл торғай халқы көтеріпті, барлығы беріпті ғой күшті бағын. Бірақ та арқалық жақ қиын дейді, көзіндегі өтіпті күшті жалын. Уақыт құсы қонады деп жүргенде, құстарды қырыпты ғой құстымауың. Айта берсе мәселе ол да тұрған, біз бірақ шаршамаймыз толғатудан. Мінісаттың мінезі жойылады, сорғалап өлең шықпас сорлақыннан. Айекеңді толғақты мәселелер, талай рет ішіне тоңғатырған.
Институттың деканы белгілі ғой, мүмкіндікті жібермес қолда тұрған. Мәжіліске депутат болсам дейді, кедергілер алынса жолда тұрған. Ал ендеше кезек берейік, сөйлесін олай болса, сөз тыңдайық. Айбектейін әулие молда ақыннан, деканаттың еденін сықырлатып, депутат бола жаздап, зорға тұрған ай. Болсаң да әлемдегі дарасыншы, Мұхтаржан сөзге құлақ сала тұршы. Ковидтен соң ауырсақ праймеризбен, дертке дауа бермейме жаратушы. Ақындарға праймериз инфекциясын жүрсіндаған жұқтырып таратушы. Індет тарап шыққан соң кең жарыққа, енді келіп жатырмыз жөн қалыпқа. Жүкеңнің айтқан сөзі бізге заң ғой, жатпаймыз ойланып та, толғанып та. Сондықтан праймеризге қойып кеттік, қызмет қыламыз деп ел халыққа. Ал саған инфекция жұқпапты ғой, ауырмай сақталыпсың зор қалыпта. Жүкеңнің айтқан сөзін пысқырмайтын иммунитетің мықты екен Ермановқа. Әгигәгім, әгигәгім ай. Өтті ғой праймериз арман менен, Алланың бұйыртқанын алдан көрем. Айтыскер бір тобағын озып шықтық, қырандай қия көкке самғау менен. Ендігісі қолында Нұр Отанның ағындар қалың топты жарған менен. Алайда кемшіліктер аз болған жоқ, қоштасу қиын өдірік жалған менен. Қазыларын оздырды сүйреп қосқан кей әкімдер халықты алдау менен. Кей басшылар мәжбүрлеп дауыс жинап, өз адамын өткізді зорлау менен. Олардың да белгілі әуселесі, сүйрелеп бүгін түлкі алған менен. Көкектің жұмыртқасы қырам болмас, бүркіттің ұясына салған менен. Әгигәгім, әгигәгім. Арқалық деген біздің моноғала, болмайдыр сол қаланың обалада. Баксиді біткеннен соң тайып тұрды Машкевичтің Еуразиялық одағана. Мыңға жуық азамат жұмыссызға, күнкөріс қиындап тұр қалада да. Башконың құс фабрикасы құс тұмаудан қырылып болып отыр одағада. Ол жабылса 250 адам жұмыссыз қалып қоймақ соғалада. Орталық батыс деген жол құрылысы әзірге болып отыр жоба ғана. Оны да Торғай жақтан бұра тартпақ, киіктер қырылат деп даладана. Билікке киік құрлы құнымыз жоқ, сормаңдайға бақ құсы қоналама. Ахмет Міржақыптың келеді деп үкімет бізге көңіл бөл алама. Онсыз да төбемізден темір жауып, полигонға берілген даламана. Алаштың арыстарын туғызған ел осылай азып тозып жоғалама. Бауыржан Байбек мырза келіп кетті, халықтың бар үміті сода ғана. Үкімет арқалықты қолға алмаса, моноғалаң болады мола қала. Әгигәгім, әгигәгім ай. Алтай мен Атыраудың ортасында, ежелден жақын еді арқасырға. Қызылорда Торғайдан мал тасиды, еті дәмді болады деп сорпа суға. Бұрындар сиыр жылқы алушы еді, енді солар көшуде қой тасуға. Екінші толқын індет келеді деп тағдырымыз түспекші қайтасынға.
торғайлық қойшыларға мұқтар үнім енді бүгін алғысты айтасың ба? Сыр еліне олардың себі тиді өлімменен өмірдің айқасында. Талай адам ажалдан аман қалды торғайдан барған қойдың арқасында. Құйрықты қой жіберді Қызылордаға аты жаман індетпен шайқасуға. Торғайдың қойлары да жарабақ тұр ковидпен қоян қолтық айқасуға. Әгигәгім ай. Жасыңнан мұқтар сені білуші едім, сөзіңе құлағымды түруші едім. Жұмыссыз бастық болмай тұрған кезде сен маған қыласыны қылушы едің. Айтысқа андасаң да бір келсем де айтыстан қалмайсың деп күлуші едің. Кімдер беріп жатыр деп сабағыңды, қабағыңды қаттырақ түйуші едің. Қылмысымды тергеген прокурордай жұмысымды тексеріп тұрушы едің. Мұқтаржан өз басыңда болмаған соң сен қайдан жағдайымды ұғушы едің. Енді кеп мемлекеттік қызметкер боп сол жай келді басыңа бүгін сенің. Сөзіме ашуланып ырғым оңай, немесе қулыққа сап сырғым ағай. Қазақтың қай жерінде айтыс болса, әйтеуір сен жүресің жыр құрабай. Айтыстың бірде бірін бос жібермей, шабасың бір күн бұлай, бір күн олай. Мемлекеттік қызметкерде жұмыс жоқ па? Осыған жауап берші сылдырамай. Сен сияқты қаңғыбас басшы болса, болашағын қайтеді бұлдырамай. Апырмай Қызылорданың мәдениеті, қалай ғана тұр екен құлдырамай. Әгигәгім ай. Шабыт қысса осылай шығандаймыз, жарыссақ жел жетпейтін құландаймыз. Анамнан қызметкер боп туған жоқпын, ақын біз шығармаса тұра алмаймыз. Ішіне толған умен дерттің бәрі біз қайбір ұлабаймыз, құнанбаймыз. Заманның зары жүрекке түскен кезде айтысқа қалай келіп шығармаймыз. Мен қызметкер бұл жерде неғып жүр деп дауысыңды көтердің ұрандай жүз. Біреуді шақтырмаса өзі ұна, өзі ұланып өлмей ме жыланбай құсай. Алыстан ақ сезетін демін елдің, дейсің бе көп нәрсеге елігермін. Праймеризге көңілі толмай отыр Айбек деген ағайын едігемнің. Бұл науқаннан әу баста сырт қалған соң, мен байғұс түсінбеймін, не білермін. Білетіндер әйтеуір айтып жатыр, тәжірибесін әкелді деп не бір елдің. Көштің өзі жүре-жүре түзелмей ме, алда шығар бағасы берілер күн. Айтпақшы сіз доздырды аламаннан дауыс қылып берілген сенім елдің. Бірінші айналымнан өтіп алдың, көңілін түсіресің неғып елдің. Өтпей қалған жүкеңдер күліп жүр ғой, өтіп алып жылаған сені көрдім. Елім даудан аман болсын, жерім жаудан. Бір жеңермін, сайлаудан жеңілермін. Қайғысыз қара суды ішіп жүрсем, қан сарқытын жегендей семірермін ай. Біреуге бал, біреуге тұз шығармыз, жақсының артындағы із шығармыз. Қостанайдан қой тасып жатырмыз рас, саудада кімнің ішін пыстырармыз. Ақша барда мал алып қалған жақсы, 32 тіс барда ысқырармыз.
Кешегі індет қаптап кеткен шақта ештеңе таппай қалдық іс қылар біз. Дәрі жоқ, аппарат жоқ, дәрі ауруханада көбейді тұншығарыл ышқынар қыз. Көптеген асылдардан айырылдық, демі жетіп ажалға пісті қарбыз. Қойдың жетпес құнарлы сорпасына көгінені қашанғы жүз сығармыз. Қамырды іздеп сосын хрендеген тығырыққа тірелдік ышқынарбыз. Сонда ойлаймын сол кезде осы күні әлемде тап бітіргендей істі жалғыз. Қолына құйрықпенен хрен ұстап, ковидпенен соғысқан біз шығармыз. Адамдардың қолынан не келеді? Жар болсын жаппар ем, күшті жалғыз ай. Мазақ қып бұл ковидті қауым күлсе, салдары жаман болады ауыр білсе. Әр нәрседің қайыры бар деген ғой, адамзат бірігеді жауын білсе. Пенделердің мейірімі оянғандай, жақсы емес пе бауырға бауыр күлсе. Карантиннің арқасы қаншама адам көмектесіп шапқылап шауып жүрсе. Құтылдық қанша сырап даңғазаннан, тасып қазан төгілген қамыр күлше. Осы күні ағайын не болар ед, қуды құл сұмырайды сұм тауып жүрсе. Бәлеқор, жалақор мен ызақорлар жаңылмай жағы тілмен жағын сауып жүрсе. Маскыны киіп алды да жым болды ғой, құмырсқа құтырмайды әлім білсе. Жан дүниеміз тазарып қалды біраз, жақсы емес пе ажарың әрін кірсе. Дүние түзелетін сияқты ғой, адамдар ауыздарын жауып жүрсе. Басында ковид бар деп ескермедім, зиянын көре тұра тексермедім. Кеп жеткенде кеш болды, туысыма қолымды мезгілінен кеш сермедім. Жандарбектің түбіне терең бойла, бекшинде жұмбақ адам оны дойла. Толқынды толқын қуат деп жатыр ғой, наконец-то кеп қалса кінә қойма. Сенбет сойға тұрса да қанша мақтап, әуретеді артына ақша сақтап. Бұл індеттен қазақты алып шығар, елбасымен Тоқаев екі жақтап ай. Ұстасын ғой мәртебең биік анық, біліміңе жүрген жұрт жиі қанып. Офлайн сабақ жоқ, бірақтағы шәкіртке тәлім берер жиып алып. Институттың жағдайы не болып жатыр, жауап бер отырса қолың тиіп анық. Zoom мен онлайн сабақты өттігенде кетпейме арасында миың ағып. Министр бергеннен соң кет алмайсың, үстіңнен ұрып тұрып бейранық. Қабақты қара бұлттай түйіп алып, киімнің үстін ғана киіп алып, зырылдатып сабақ беріп жатсыңдар ма, жұмыстың компьютерін үйің алып ай. Бұл індет баршамызды талап етті, көзді ашып көп нәрсеге қарақ етті. Киімнің үстін ғана киіп алды деп, бұл Мұхтар менігімге балап кетті. Мұхтаржан сіз жақта да бір мұғалім танытты екендігін сабақ кетті. Сабақ беріп жатқаны іш киімшең әлеуметтік желіге тарап кетті. Zoom жалған талайлардың артын ашып мінімізді бір-бірлеп санап кетті. Бұл карантин жалаңаштап үкіметтің азғантай абыройын тонап кетті. Әгигәгім, әгигәгім ай. Қазіргі пандемия жағдайында барлық оқу көшті ғой онлайнға. Ал білімнің сапасы шыныменен бүгінде айналып тұр зор уайымға. Ауылдарда интернет желісі жоқ, санасы сарсаң болып сарғаюда.
Студентке интернетсіз ауылдағы көгершін мен хат хабар жолдайын ба? Қазақ телеком дейтін жалғызымды осы үшін жалмауыз деп қарғайын ба? Цифрлы Қазақстан боламын деп өзімді құрғақ сөзбен алдайын ба? Саяз білім сапасыз маман шықса, болашағың айналар саруайымға. Онсыз да тайқымаңдай бұл қазақтың бес батпан сораз беді маңдайында. Әгигәгім, әгигәгім, ай. Дүние мекеніміз 5 күн тұрақ, тататын дәм таусылса көштің жырақ. Тату тәтті өткізбей сол 5 күнді, даудамай арпалыспен өттің бірақ. Иттірлікте иттей боп ырылдастық, көрер көз ұялады естір құлақ. Олабайда қазақты сынаған деп, қазаққа сын айтамыз өткір құрап. Бәріміздің Олабай болғымыз бар, кеудені күнбиеміз бос құрғылап. Қазақ десең өзіңе тиеді деп, жатқандай өрекпейміз көш құңғылап. Қазақтың жүрген жері осы ғой деп, кейістік танытамыз бос бұлжырап. Қазақтың жауы қазақ деп бөсеміз, өзге жұрттан тапқандай дос құндырақ. Баяғы мәрттік қайда, кеңдік қайда, көзіңе көрінді ме қос бұлдырап. Өтірікпен өтірікші, өсекші еріншектік, мақтан мен мал шашпақты еттің мұрат. Мен кейде осыдан ба деп ойлаймын, қазағым кеткеніміз көп құлдырап. Әр қазақты жалғызым деп білмесең, қазақтан басқа бізде жоқ құнды бақ. Бұл қазақты абайша сынаған мен, абайша сүй алған жоқ ешкім бірақ. Әгигәгім, әгигәгім, ай. Қазақтың мейманасы тасып өтсін, өзгеден абыройын басым етсін. Аты жаман індеттен аман шығып, алашым аяқталшаң басып өтсін. Мұхтаржан осы менен қошаман бол, жырыңды жаппар ием жасын етсін. Бүгінгі туған күнің құтты болып, қос дүниенің бақытын нәсіп етсін. Әгигәгім, әгигәгім, ай. Айеке, сізге қалай оқ атамыз, өшігемді өшті ғой көп атамыз. Біз жақта сабақ беріп санын ашқан, қызды айтсаң қалай бірақ жаратамыз. Бұл жердегі нұр күйзет емес еді, жаңалықты несіне таратамыз. Қызымызды жасырып ұстайықта, онсыз да болып жатыр боратаңыз. Енді ол кісіні де түсінейік, осы жерден қайрылсын шолақаңыз. Сандық технология дегенде түсінбей қап, санын ашып жатқан ау, сол апамыз ай. Сіз де соны көріп ап, дәндедіңіз, сондай болды сөзіңіз, әндеріңіз. Сыр бойында негізі жаңалық көп, көзіңізге түспеді ау еңбегіңіз. Енді сізге айтатын бір нәрсе бар. Төре болыңыз, би болыңыз, хан болыңыз. Биікке шығады деп отырғанда етекке үңілмесін айбегіміз. Ертең депутат болсаң ұят болады, санға емес сапаға мән беріңіз ай. Ауылда жүр ғой балдар өніп текті, көбісінің жігері өліп кетті. Үй ішінен ұстамай интернеті шатыр жаққа шұбырып өріп кетті. Шатырда алған білім не болады, шатыры кеткен балдар толып кетті. Қазақ телеком деген интернеті келген жоқ, ауылдарға келіп кетті. Цифрлы Қазақстан деп жүргені шифрлы Қазақстан болып кетті. Айеке көп нәрсеге мастанып біз,
қос жастықты жастап, қосқа жастықты қабаттап жастаныппыз. Ғаламдық игеретін ғылымдардан мамандық сәйкес келмей аш қалыппыз. Көшпенділер тарихын көріп тұрып, нелеген ойланбайтын қасқа жұртпыз. Өнер білім бар жұрттар жан-жағыма қайда кетіп көзімізді тасталықпыз. Илон Маск Марсқа шыққан кезде үйден маск тігуді бастадық біз. Жас балдар оқымаса күндабайды, ақылы өспейденді іңгалайды. Ғылым менен біліммен оз бәсегер, оз алмайды болса да жылда бәйгі. Өтірікпен өсектен көз ашпаса, өкініші өзегін жұлмалайды. Сондықтан ел болмаққа қайтпек керек, алға салсын ақылын нұрлабайды. Абайды тапқан қазақ адаспайды, теңізін тапқан бұлақ құрғамайды. Аянбайтын сәтіміз бұл сәт біздің, армансыз ақтангерді бір шапқыздым. Осы жерден тоқтасақ тоқсайықта, сахнаның сыртына бұрсақ тізгін. Сөз соңында қайтайық құшақтасып, берейік парасатқа бір сәт тізгін. Суынып жүреді ғой кей адамдар, суықтығын қайталап бұршақ мұздың. Сағынысып бір-бірін жүрсе адамдар, самалындай аймалап жұмсақ күздің. Қарынды қанағатпен тойдырмасақ, құздан терең боп кетер құрсақ біздің. Алтын домбыра айтысқа тіктеген деп, амаласпай тарқауымыз дұрсақ біздің. Нәпсінің көзі соқыр, көңілі көр, көнбейді ақшаны дариядан су шаққызғын. Шөлдің құмы алтынға айналса да, шөл қанбас дүниеге ынсапсыздың. Рахмет. Айбек Қалиев, Мұхтар Ниязов. Бұл айтысқа пікір айтуды қаздардың атынан Жанарбек Әшімжан мырза, сізден өтінейік. Қайырлы кеш, әріптестер. Көрдіңіздер, керемет сұрапыл айтыс болды. Кісіліктің, кішіліктің, ұлттың сөзі, абай тағылымы дейтін ұғым, тәуелсіздіктің тірек дейтін дүниенің барлығы екі ақынның аузынан ағылған сөз. Айтылған әрбір сөзді қашап, алтынмен, аптап, күміспен күптеп, елорданың кез келген музейінің төріне жазуға болады шын айтқан кезде. Бұл екі ақынның шын айтқан кезде төрелігін айту өте қиын болып тұр. Қиналған жамбыл жер өсті дейтін. Қиямет күнге дейін сәуле шашар, абай сөз ол мәңгі шырағданың деп Айбек бауырымыз бастаған қазақтың қағидасы болу керек абайдың жазып кеткен шығармасы деп. Осы айтыстың 30 жыл, сонау бармақтай кезінен айтыстың арбасын сүйреп келатқан бір ақын болатын болса, осы Айбек. Азабын да тозағын да тартып келатқан. Елордада келіп қызмет істеді, кейін жаңағы өзі айтқан, бүгінде моноқалаға айналып кете жаздап тұрған моноқалаға кетті, еліне барып тірек болсақ деп, сол күндіз күн жарғақ құлақ жастыққа тимей келе жатқан қазақтың ардақты